Құрметті қатындар мен мырзалар, сіздермен бірге тез көке. Бүгін біз көрермендердің көптеген сұраныстары бойынша керемет аниме баскетбол Курокаға шолу бастадық. Сонымен бірінші серия үздік комментарийлер видеоға кіреді, ал дәстүр бойынша орттарыңа құрт лақтырыңдар. Сонымен Тейко орта мектебі аса мықты баскетбол командасымен танымал мектеп. Бұл командада ерекше көзге түскен 5 данышпан ойыншы болған, оларды ғажайыптар ұрпағы деп атаған. Алайда Тейко мектебінде 6-шы елес ойыншы болған деген біртүрлі қауесет тараған. Жапония Сейрин мектебі түрлі спорт секциялары мен клубтарға қабылдау жүріп жатыр. Баскетбол клубына қабылдауды Коганей, Идзуки және Митобе есімді қатысушылар жүргізуде. Ал өтініштерді бөлек стильді қыз Рико Айда мен көзілдірікті жігіті Джунпей Хюка қабылдап отыр. Сол сәтте оларға ұзын бойлы бір жігіт келіп біреуді желкесінен ұстап баскетболға қабылдау осында ма деп сұрайды. Осылайша олар алғаш рет Тайга Кагамимен танысады. Америкадан Жапонияға оралған үлкен үміт күттіртетін баскетболшы. Кейін Рико тағы бір анкетаны тауып алып Сейрин клубына тағы бір адам Тецуя Куроко кіргенін біледі. Ол өз анкетасында Тейко орта мектебінің бұрынғы баскетбол клубының мүшесі екенін жазған. Алайда Рико оны мүлде есіне түсіре алмайды. Өйткені ол соншалықты көзге түспейтін, тіпті Wi-Fi да оған қосыла алмайтындай. Алғашқы жаттығуда Рико бәріне футболкаларын шешкізіп, жаңадан келгендердің физикалық мүмкіндіктерін сканерлеп шығады. Кагамидің физикалық деректеріне таң қалады. Ол бәрін көре алады, себебі әкесі жаттықтырушы болған. Кагамиге қарап отырып, оның бұлшық еттеріне таңданып, тіпті хоботының ұзындығын ойлап кетеді. Курокодан ешқандай ерекшелік қабілет байқамайды. Сейрин мектебінің басқа ойыншылары да Куроконың бұрын ғажайыптар ұрпағының мықты ойыншысы болғанына сенбейді. Куроко биология сабағына келгендей, ал баскетболға емес. Ешкім оның Тейко үшін ойнағанына сенбейді. Кешке алғашқы жаттығудан кейін Кагами Курокоға баскетбол алаңында жолығып, оны бір-біріне қарсы ойынға шақырды, күшін сынау үшін. Алайда аз ғана бірден бірге ойнағаннан кейін Кагами қатты ренжиді. Өйткені Куроконың физикалық күші өте әлсіз болып шығады. Бірге бір Кагами басып тастайды. Жигули ескі көпірді басып өткендей, Куроко өзінің көлеңкесіндей, пас жоқ, лақтыру жоқ. Кагами Тецуяға турасын айтып, баскетболды тастау керек дейді. Бірақ Куроко оған күшінің басқа жерде екен және оның Кагамиден өзгеше екенін айтады. Кагами: «Бауырым, сен шахмат клубына барғаның дұрыс еді». Ал Куроко: «Мен жұлдыз емеспін, мен көлеңкемін» деп жауап қайтарады. Келесі таңертеңгі жаттығуда Рико жаңа ойыншылардың күшін мен әлеуетін тексергісі келетінін айтып, оларды екінші курс баскетболшылармен 5-5 матчқа шығаратынын хабарлайды. Қарсыластардың деңгейі белгілі, өйткені олар өткен жылы ұлттық турнирдің іріктеу финалына дейін жеткен. Ойын басталасымен-ақ Кагами өз күші мен талантын көрсетеді, бірақ екінші курстар оны үштік қыспақпен тоқтатуға шешім қабылдайды. Ойын барысында Куроко әлсіз ойыншы ретінде тағы да көзге түседі, бірнеше рет топтан айырылады. Тәжірибелі ойыншылар алға шыға бастағанда бірінші курстағы кейбір ойыншылар қарсыласудан бас тартып, үмітін үзе бастайды. Бірақ Кагами олардың бірін жейдесінен ұстап ашуға мініп, соңына дейін күрес, үмітіңді үзбе деп айқай салады. Кенеттен артынан Куроко келіп тізесімен оның аяғының артына подсечка жасап, «Сабыр, братан» дейді. Кагами бұрылып Курокоға ұрса бастайды. Ал сол сәтте Рико бір маңызды нәрсені түсінеді. Осы уақыт бойы олар мүлде Тецуяның алаңда жүргенін байқамапты. Келесі шабуылда Куроко командаласынан доп сұрайды. Пас алған сәтте ол оны бірден көз ілеспес жылдамдықпен шеңбер түбінде ашық тұрған Фурихатаға бағыттайды. Пас соншалықты жылдам және байқалмай жасалған. Тіпті екінші курстағылар оның кімнен шыққанын түсінбей қалады. Осы сәтте пайдаланған Фурихата лейап жасап, топты салып жібереді. Осыдан кейін Куроко өзінің алаңдағы байқалмау қасиетін және пас беру шеберлігін қолданып, жаңадан келген ойыншыларға артықшылық бере бастайды. Екінші курстағылар қорғаныста Куроконың өтіп кетулерін тоқтата алмай, бірінші курс есептегі айырманы азайта береді. Дәл осы сәтте Рико Куроконың басты күшін түсінеді, оның байқалмауы. Ол енді көз жеткізеді. Бұл жігіт ғажайыптар ұрпағы туралы аңыздағы 6-шы фантом ойыншы. Матчтың соңғы секундтарында бірінші курстағылардың соңғы шабуылы кезінде Куроко дриблингпен қарсыластар шеңберіне жақындайды, бірақ лейап кезінде мүлт кетеді. Бірақ күтпеген жерден Кагами көмекке келіп, допты қағып алып, бір қолымен қуатты даң салып, бірінші курс командасына жеңіс әкеледі.
Кешке Кагами мен Куроко кенеттен Маджи бургерге кездесіп қалады. Олар бірге кетіп бара жатып, Куроко 5 ғажайыптар ұрпағының ойыншылары әртүрлі мектептерге кеткенін айтып, алда болатын чемпионат өте қызықты болатынын жеткізеді. Кагами тағы да Жапониядағы ең үздік баскетболшы болғысы келетінін айтып, ғажайыптар ұрпағының бәрін жеңуге ұмтылып жүргенін айтады. Куроко болса, менің оларды жалғыз жеңуге күшім жетпейді, алайда мен саған көмектесемін, мен сенің жарығыңның көлеңкесі боламын деп уәде береді. Ол сол сәтте өзінің аңызға айналған сөзін айтады. Жарық неғұрлым жарық болса, көлеңке соғұрлым қою болады. Ол жарықты одан сайын айқын етіп көрсетеді. Осылайша бұл дуэт басталды. Жарық пен көлеңке, Сейрин баскетбол. Шын айтқанда аңыздың иісі шығады. Не дегенмен ұлттықтың финалы болайын деп тұр. Қазақша NBA. Кейінірек Кагами жалғыз өзі көше баскетбол алаңында жаттығып жатады. Ішін сабырсыздық кернеп, ол ғажайыптар ұрпағының ойыншыларымен ойнауға асығып жүр. Ол Тецуя Курокомен болған әңгімесін есіне алады. Онда Куроко оған ғажайыптар ұрпағы тым мықты, сен олардың жеңілесің деген еді. Бірақ Кагамиге бәрі бұл ресми матч па жоқ па, ол үшін бастысы олардың біреумен болса да ойнау. Кейін Кагами Джунпей Хьюгамен сөйлесіп, қашан матчтарға қатыса алатынын сұрайды. Хьюга оған әзірше тек сынақ ойыншысы екенін және ойындарға қатыса алмайтынын түсіндіреді. Сол сәтте Кагами тренер Рико Айдаға жүгіріп барып, клубқа ресми қабылдану үшін форма сұрайды. Рико оған Курокода дәл осындай өтінішпен келгенін айтып, жымия отырып сұрайды. Сен де сондай шыдамсызсың ба, деп. Алайда ол ескертеді. Өтініштер тек дүйсенбі күні таңғы 8:40-да мектептің шатырында қабылданады. Сол күні мектеп дәлізінде келе жатқан Кагами қабырғадағы стендтен мектеп газетінің мақаласын көзі шалып қалады. Онда Сейрин баскетбол клубының өткен жылғы турнирге қатысқаны туралы жазылған. Сол кезде команданың бәрі бірінші курс студенттері болған. Кенеттен оның жанында Куроко пайда болып, команданың күштілігі туралы пікір айтады. Кагами шошып кетіп, оны басынан ұстап алады. Ішінен ол ойланып кетеді. Осындай байқалмайтын адам қалайша ғажайыптар ұрпағының 6-шы ойыншысы болды? Неліктен ол мықты мектептердің бірін емес Сейринді таңдады деп. Бірақ ол бұл сұрақтарды қойып үлгермей жатып, Куроко көзден ғайып болады. Дүйсенбі күні мектеп линейкасы басталуына 5 минут қалғанда Рико Айда, Кагами, Куроко, Коичи Кавахара, Хироши Фукуда және Коки Фурихатаны мектеп шатырына жинайды. Ол өз уәдесін еске салып, команданы ұлттық чемпионатқа дейін апаратынын айтады. Бірақ бір шарт қояды. Егер сендер бұған дайын болмасаңдар, қазір-ақ кетіңдер деп. Сондай-ақ ол клубқа қабылдану үшін ерекше талапты жариялайды. Әрбір үміткер өз атын, сыныбын, мақсатын айтып, шатырының үстінен дауыстап өз амбициясын жариялауы керек. Егер бұл мақсатқа жетпесе, сол шатырға қайта келіп шешініп, өзіне ұнайтын қызға махаббатын мойындауы тиіс. Рико түсіндіреді, екінші курстағылар бұл дәстүрден өткен. Кагами бұл сынақты мазақ етіп күліп алады да сенімді түрде қоршауға секіріп шығып айқай салады. Мен ғажайыптар ұрпағын жеңемін, Жапониядағы ең үздік баскетболшы боламын деп. Келесі болып Кавахара шығады, бірақ өміріндегі ұзақ әңгімесін бастап кетеді. Сол үшін Рико оны ұрып жібереді. Фукуда қысқа ғана айтады, мені осына бір аға шақырған, көмектес деп. Фурихата былай дейді, маған ұнайтын қыз егер бір нәрседе үздік болса, менімен жүретінін айтты. Сондықтан мен баскетболда үздік болуға бел будым. Соңында Куроко сөйлейін деп микрофон сұрайды. Дауысы әлсіз болғандықтан. Бірақ ол сөйлей бастамай жатып, мектеп директоры келіп, бәрін тоқтатып, тәртіп бұзғаны үшін ұрсады. Кешке қарай Кагами тағы да Баханди жоқ Маджи бургерге келеді. Үлкен бургер мұнарасын тапсырып беріп, байқаусызда Курокомен бір үстелге отырады. Сол кезде Кагами сұрайды, неге сен басқа мықты мектептердің біріне түскен жоқсың, неге мүлде баскетбол ойнап жүрсің? Куроко былай деп жауап береді. Тейко командасында бәрі тек жеңіс үшін ойлады. Олар ең маңызды нәрсені ұмытты. Сондықтан мен оларды өз жолымен жеңгім келеді. Сейринді Жапониядағы ең мықты командаға айналдырғым келеді. Кагами оны түзетеді. Біз жай ғана тырыспаймыз, біз міндетті түрде ең мықты боламыз. Келесі күні Сейрин мектебінде үлкен шоу шығады. Біреу жерге үлкен әріптермен жазып кеткен. Біз Жапониядағы ең мықты команда боламыз деп. Кагами жазуды көріп жымиып қояды, ал Рико былай дейді, бәлкім дәл осындай ессіз идея жұмыс істейтін шығар деп. Куроко санаулы адамдардың бірі ғана.
терезе алдына жүгірмей партада жай бірақат кітап оқып отыр. Ол мұрнын қасуға қолын созғанда формасының жеңінде ақ бордың іздері көрінеді. Бұл жазуды Рико шатырда айтқан шартты орындау үшін Куроконың өзі жазғанын дәлелдейді. Рёта Кисе Сейриннің баскетбол командасын Кайдзо мектебіне жолдастық матчқа бара жатқанда кездестіріп, оларды спортзалға дейін шығарып салуды ұсынады. Ол бапкер Рико мен Кагамиді мүлде елемей, тек Курокомен сөйлесіп, оның шақыруын қабылдамағанына реніш білдіреді. Тек Кагамидің тым сарказммен сөйлегенін байқағаннан кейін ғана оған назар аударады және бірден қызығушылық танытады. Бұл кім өзі, тым еркінсіп тұр ғой. Кисе ашық айтады: мен ғажайыптар ұрпағы атағына онша қызықпаймын, бірақ егер мені шақырсаң, толық күшпен ойнаймын. Бәрі ауыл турнирдегіндей, шақырдың ба, енді соққыға дайын бол. Сейрин спортзалға келгенде оларға алаңның тек жартысы ғана берілгені анықталды. Қалған бөлігінде Кайдзоның негізгі құрамы жаттығып жатыр. Бапкер Гента Такеучи түсіндіреді: барлығы қарапайым, қосалқыларға үйренетін ештеңе жоқ, бірақ сендер негізгі құраммен ойнайсыңдар. Кисе матчқа қатысқысы келеді, бірақ бапкер оған орындықта отыруды бұйырады. Сен ойнасаң бұл матч емес, цирк болар еді деп. Кисе Сейринге көз қысып: егер сендер бірінші құрамды жеңсеңдер, мені бәрібір шығарады. Сосын Кагамиге бұрылып: егер мына шөміштерді де жеңе алмасаң, ғажайыптар жайында ұмыта бер. Айналаңдағы двор сияқты алдымен майдаларды от, сосын үлкендерге жол ашылады. Командалар сапқа тұрады. Төреші Сейриннен бестікті сұрайды, бірақ Куроконы байқамай қалады. Кайдзо ойыншылары мен екінші алаңда жаттыққандар шошып кетеді. Ол өзін таныстырғанда Кайдзо бапкер күліп жібереді: сендер байсалды ойнағалы келдіңдер ме, әлде мынау не енді? Кисе түзетеді: Сейрин жай ғана жақсы емес, олар қызықты. Рико алаңдағы Кайдзо ойыншыларына қарап рентгенмен қарап тұрғандай. Бұлардың физикалық көрсеткіштері аспанда. Іштей ойлайды: біздің команда оларға жаяу шөл даладай. Бірақ көрейікші, Кагами мен Куроко не істей алады екен. Ойын басталды. Кайдзо ұшырылған допты жеңіп алады. Юкио Касамацу шабуылды ұйымдастыруды бастайды, бірақ Куроко допты ұрлап қарсы шабуылға шығады. Дегенмен ол шабуылдап бара жатқанда үлкен жылдамдықпен емес, тіпті ұлу қуып жететіндей баяу. Бірақ бұл жоспардың бір бөлігі. Бірақ сол сәтте Куроко допты Кагамиге береді, ал ол соншалықты күшті даң жасайды, шебер сынып кетеді. Тот басқан болт шыдамайды. Төреші енді ойынды толық алаңда жалғастыруға мәжбүр. Залда біреу сыбырлайды: бұл ойын емес, бұл күрес деп. Кисе ақыры алаңға шығады, жанкүйер қыздардың айғай шуы арасында. Ол оларға қол бұлғап тұрған сәтте Касамацу келіп шапалақпен басынан салып жібереді. Кездесуге келдің бе, ойна. Касамацу сұрайды: Сейриннің 10-шы нөмірі кім? Кисе: Кагами деп Кисе жауап береді. Бірақ кейін бірден Куроко жайлы әңгімені бастап кетеді. Тағы бір шапалақ. Содан кейін Кисе қарсы шабуылға шығып өте қуатты даң жасайды. Тіпті Кагамиден де күшті. Бірақ шеңбер бұзылмайды. Сол үшін ол тағы бір тепкі жейді Касамацудан. Тырыстың, бірақ әсерсіз деп. Ойын жалғасуда. Куроко пас пен перехватпен жарқырайды, ал Касамацу іштен ойланып қояды: мына мектеп формасындағы ниндзя кім өзі деп. Кагами фейдвей бросок жасауға тырысады, бірақ Кисе оны блоктап тастайды. Сосын сол әдісті өзі қолданып допты салып жібереді. Сейриннің орындықтары абыр-сабыр, бар болғаны 3 минут өтті, ал ойын Евролига финалында. Куроко Хьюгаға айтады: матчтың темпі мен организміме ауыр тиіп жатыр деп тайм-аут сұрайды. Рико бәрін түсініп қойған және бірінші болып тайм-аут алады. Есеп 22-25. Кайдзо алда. Сейрин командасының ішінде әлдене нағыз қызық енді басталатындай сезім пайда болады. Үзіліс кезінде жаттықтырушы Такеучи өз жігіттеріне ашуланып, Сейринге сонша ұпай жинауға қалай жол бердіңдер деп ұрсады. Касамацу сұрайды: осы Куроко деген кім өзі деп. Кисе жауап береді: уайымдамаңыз, ол ұзаққа бармайды дейді. Куроко сол сәтте Сейринге түсіндіреді: оның көз қарасты бұру фокусы әлсірей бастады. Қарсыластар бейімделіп жатыр. Кисе де өз командасына былай дейді: Куроконың фишкасы мисдирекшн, ол назарында басқа жаққа бұрып жібереді, бірақ бұл трюкті неғұрлым жиі қолданса, соғұрлым оңай оқылады. Рико Куроконың маңдайынан шертіп жіберіп: неге ертерек айтпадың батарейкаң таусылып жатқанын деп. Ойынның екінші бөлігінде Сейрин Box and One қорғаныс жүйесіне көшеді. Негізгі екпін Кисеге беріледі. Касамацу 3 ұпайлық соғып айырмашылықты үлкейтеді, 22-28. Кагами Куроконы паспен табады, бірақ оны Морияма перехват жасайды. Кайдзо бейімделіп жатыр, есеп 25-33. Аут кезінде Кисе мойындайды: Кагами дарынды, бірақ ғажайыптар ұрпағына дейін оған Алматыға велосипедпен барғандай. Ол еске салады: мен қарсыластың кез келген техникасын көшіруіме
болады, әрі жақсарт. Каками жай ғана күліп көңілденіп көруіңе болады, бірақ Куроконы сен көшіре алмайсың, сен оны тіпті көріп тұрғанда жоқсың деп жауап береді. Солай достар, осымен баскетбол Куроко анимесінің бірінші маусымының бірінші эпизоды аяқталды. Подписаться етіңдер, лайк басыңдар және есте сақтаңдар. Спортпен айналысып, хоботтарыңды жуып жүріңдер. Қарағандарыңызға рахмет, қоштаспаймыз.